Ал құрметті партнерлар, барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Қалайсыздар, амансыздар ма? Барлықтарыңызды көріп, естіп жатқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі TTS компаниясының кешкі вебинарына барлықтарыңызға қош келіпсіздер. Кеш жарық қандай компания? Міне, қазір де тыңдаңыздар. Қазір айтып жатырмыз. Компания TTS International түрік сетевой компаниясының кешкі вебинары презентациясына қош келіпсіздер. Өзімді таныстыра кетейін. Есімім Мақсат, фамилиям Ахметбек. Өзім Қарағанды облысы тумасымын. Бірақ қазір 20 жылдан астам Астанада тұрып жатырмын, осында еңбек қыламын. Негізгі мамандығым мен қаржыгер. Өзімнің мамандығым бойынша біраз жылдар банк саласында, ұлттық компаниялар саласында қызмет атқардым. Кейіннен дәстүрлі бизнеспен айналыстым. Бірақ соңғы 5-6 жыл тек қана желілік бизнес, сетевой бизнеспен айналысамын. Қазіргі таңда TTS International компаниясының серіктесі, партнеры және лидерімін. Бұл компанияға мені шақырған ақпарат беруші спонсорым, өзім іздеп тауып алған спонсорым. Бұл кісілер әйгілі Қазақстан және жалпы СНГ елдеріне танымал, әйгілі жұп, мықты лидерлар, әйгілі сетевиктер. Бұл кісілер Әлібаевтар отбасы, Сайлаухан мырза мен Бибігүл ханым. Қазіргі таңда TTS International компаниясының топ лидерларының бірі, Crown Star статусындағы мықты лидерлар. Осы кісілер менің спонсорым. Енді одан бөлек мен өзім инфопродюсер, одан бөлек нутрициолог секілді мамандықтарды игергенмін. Одан да бөлек бұл TTS International компаниясының желіні дамыту директоры, яғни директор по развитию сети дейміз орысша. Сол қызметін тағы атқарамын. Одан бөлек командамды да құрамын. Осылай TTS International компаниясыны ілгерілетіп, алдыға жылжыту жұмысымен тағы айналысамыз. Енді TTS International компаниясы, өздеріңіз білесіздер, мына көрініп отқандай обложкада жақын арада, осы 2-3 күн бұрын ғана өткен демалыс 6 шілде күні Астана қаласында компаниямыздың үлкен іс-шарасы өтті. Бұл іс-шара компаниямыздың Астана қаласындағы орналасқан офисінің ресми ашылу салтанатына байланысты өткен болатын. Бұл іс-шара 2 бөлімнен тұрды. Біріншісі бұл презентация бөлімі, яғни Айбис отельде үлкен презентациямыз өткізді. Шақырылған қонақтарымыз, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген барлық лидерларға, қонақтарыма, менің командама барлықтарына алғысымды білдіремін. Бәрі келіп, қатысып, керемет энергияда өтті. Жаңағы презентация, өнім туралы ақпарат, маркетинг туралы признаниялар болды. Барлықтарыңызға сыйлық тараттық, 30 ойындары болды. Сонда керемет болды. Жоғарғы деңгейде болды. Енді керемет көп кісі жиналмаса да, бірінші резге өте керемет өтті деп ойлаймын. Көпшілікпен емес, сапамен алдық десек болады. Енді екінші бөліміз бұл біздің офисімізға келіп, офисіміз білесіздер Астана қаласының қақ ортасында Бәйтерекке қарама-қарсы бизнес-центр, яғни кеңсеміз Дипломат бизнес-центрінде 16 қабатта орналасқан. Сол жерде ресми ашылу салтанаты өткен болатын. Сол жерде түгелдей жұмыс істедік. Күшлеп тұрып бір домбыраның дауысын естідік. Шашу болды. Не болды? Түркиядан компанияның құрылтайшылары хабарласты. Сонда керемет, торт кестік, тамақ іштік, шай іштік, бір-бірімізді құттықтадық. Сонда керемет. Біздің офисіміз қандай әдемі, күшлеп тұрып бір рәсімдеп, әдемілеп тұрып жасадық оның бәрін. Сондықтан да осындай керемет шара өткен болатын. Енді компанияға толыққанды бүгінгі вебинарымызға
кішкене тоқталатын болсақ, кішкене кіріспеміз ұзақ болды. TTS International компаниясы бұл түрік сетевой компания. Қазіргі таңда 2019 жылда құрылып, осыдан бүгінге дейін міне 6-шы жыл болды жұмыс істеп жатқан компания. Бұл компания біз айтқандағындай өнім, продуктовый компания, бинарлық структурасымен құрылған компания болатын. Енді бұл компанияның екі құрылтайшысы бар, учредитель дейміз ғой. Бұл Вейсель Чакыр мырза және Сердар Четинкая мырза. Бұл екі кісі өздері негізі сетевой бизнеспен айналысқан, тәжірибесі мол. Әсіресе Вейсель мырза одан бөлек не бар? Медицина саласында білімі бар, жоғарғы білімі бар. Сондай мықты білікті мамандар. Сердар мырза бұл көбіне сетпен айналысып, бизнеспен айналысқан кісі. Мына осындай керемет өнімдерімізбен айналысатын компаниямыз. Енді бұл компания Қазақстанға 24-ші жылы ақпан айында кірген болатын, бірақ бүкіл компанияны заңды түрде тіркеп, жаңа Камил бейді директор атап, бүкіл өнімдерімізді ресми түрде кіріп, заңдастырып, бүкіл рұқсат қағаздарын алып, офис ашып, ремонт жасап, түгелдей бәрін заңдастырған компания. Содан компания қыркүйек сентябрь айында алғашқы регистрация дейміз ғой, сатылымдарын жасап, бірақ компания декабрь, яғни желтоқсан айында, 24-ші жылдың желтоқсан айында ресми түрде, салтанатты түрде өткізіп, ресми стартын, яғни бастамасын берген болатын. Яғни компания былай қарасаңыз әлі бір жылға толмаған. Міне ойлаңызшы, декабрьден желтоқсан айынан бері қарай қанша 7-8 ай, көрдіңіздер ме? Жарты жылдан енді астық. Осындай жас компаниямыз Қазақстанда, бірақ TTS International компаниясы Қазақстанда, Қырғызстанда, Әзербайжан елінде, Түркия болса, Түркияда 6-шы жыл болды істеп жатқанына. Одан бөлек Ирак мемлекеті және Европа елдері, лайктарыңыз көп рахмет. Европа елдерінің түгел мемлекеттерінде ресми түрде компания ашылған. Бірақ одан бөлек 200-ден астам мемлекетке мына өнімдерімізді жеткізіп, толықтай қамтамасыз ететін мүмкіндікке ие. Компания өздеріңізге мәлім, яғни қаржылай тұрақтылық, өндіріс тұрақтылығы, жаңағы желілік тұрақтылық түгел қалыптасқан өте мықты әлді компания. Әрі қарай кеттік. Енді миссия туралы айтпай қояйын. Енді жалпы құрметті партнерлар, өздеріңіз білесіздер, жайлап өнімге өте береге. Компаниямыз TTS International деп неге аталады? TTS дегеніміз не? 3 әріптен құралған атау трансдермальная терапевтическая система деген сөз. Енді орысшасы да солай, бұл халықаралық термин болғаннан кейін. Өздеріңіз білесіздер, біз жалпы БАДы дейміз ғой, қоспалар, жалпы Қазақстан СНГ елдеріне кірген, осыдан бір 20-25 жыл бұрын кірген кезде, бірінші бұл таблетка және капсула күйінде, кейіннен тағы капсулалар шықты. Сөйтіп қабылдайтын боламыз. Енді өздеріңіз білесіздер, біздің ағзамызға керекті макро микро элементтерді қабылдау үшін өзі бір 3 жолы бар. Біріншісі жаңағы таблетка мен капсула. Біз бұнау сетевой бизнестар алғашқы кіргеннен бастап бұны білеміз. Бұл енді қараңыздар, әлі де кең тараған, әлі де тиімді жолдардың бірі, бірақ тиімділігі ондай жоғары емес. Неге? Біз ауыз қуысы, біздің ас қорыту жүйесі жолы арқылы қабылдайтын таблеткалар мен капсулалар тиімділігі өкінішке орай максимум 20%. 20%-ға дейін ғана. Сондықтан да тиімділік өте жоғары деп айта алмаймыз. Бірақ әлі де қолданамыз, әлі де кең тараған жолдар бар.
Екінші жолы бұл инъекция, яғни укол дейміз ғой, иә, яғни укол. Внутримышечно дейді, внутривенно дейді, осылай қабылдау арқылы не істейміз? Біз дәрі-дәрмектерді, кейбір витаминдерді не істейміз? Осылай внутримышечно немесе внутривенно қабылдау арқылы да болады. Енді одан бөлек өздеріңіз білесіздер, бұл система, иә, система не болмаса немедегі капельница деп жатамыз, иә, яғни ол да түрі бар. Бірақ қараңыздар, әрдайым уколмен жаңағы внутримышечно, внутривенно ала алмаймыз ғой. Таблеткалар, иә, ыңғайлы, терез жұту арқылы. Бірақ қазір біз өздеріңіз білесіздер, внутривенный деген, яғни система арқылы, капельницалар арқылы тағы да қолдануға болады. Бірақ бұлардың қолдану тәсілі тым тиімсіздеу, иә. Әрдайым жатып, бүйтіп күнде қабылдай алмайсыз ғой. Сондықтан да бұдан бөлек бізде жаңа TTS системасы бар, иә. TTS дегеніміз не? TTS дегеніміз, жаңа айттым ғой, трансдермальная терапевтическая система, яғни пластыр, жамау қазақшасы. Пластырды денемізге жабыстырған кезде, сол пластырның құрамындағы керекті жаңа микро-макро элементтер, пайдалы заттар, біздің ағзамызға керек заттардың барлығы не істейді? Мына теріміз арқылы кішкентай сосуды дейміз ғой, қан тамырлар жүйесіне енеді де не істейді? Бүкіл денемізге тарқайды. Бұны осындай қарапайым тілмен айтқанда, бұны TTS технологиясы дейді. Енді осыдан 6 жыл бұрын, 19 жылдары TTS International деп компаниямыз құрылып, енгізілген болатын. Қазір былай қарасаңыз, негізгі TTS технологиясы алғашқыда осыдан бір 20-30 жыл бұрын табылған болатын. Бірақ бертін келе соңғы осы бір бәлкім 10 жыл шығар, 10 жыл бұл технология енгізіліп, толыққанды не істеліп, бастамасы 30 жыл бұрын болса, соңғы бір 10 жылда бәлкім қолданылған болатын. Пластырларды аптекалардан естілген болсаңыздар, бұл перцовый пластырлармен кең танымал, пластырлар бізде көбіне. Бір жеріңізге суық тиіп, қатты ауырған кезде пластырды жабыстырып, қыздырып денеңізде, не істейтін болған. Есіңізде болса, біздің балалық шағымызда не болатын? Горчичниктер болатын. Горчичник дейтіміз. Горчовый пластырлар болатын. Сол пластырлар арқамызға жағып, кеудемізге жабыстырып, қыздырып, енді бұл әрине кішкене бастамасы, кішкене технологиясы, кішкене әлсіздеу болған кезеңдер ғой. Қазір енді бұл TTS технологиясы әлде қайда дамып, қазіргі таңда, енді қараңыздар, TTS технологиясының үлкен артықшылықтары неде? Біріншіден көріңіздер, прямая доставка, тікелей, яғни ас қорыту жүйесі, бауырға, бүйрекке салмақ салып, ЖКТ, яғни асқазаныңызға ауыртпашылық салмай, тікелей теріңізден өте келеді, сіздің ағзаңызға тікелей көрінеді. Контролируемое высвобождение дейді. Яғни бұның артықшылығы не істейміз? Мысалы, керек емес болды ма, алып тастадыңыз, бітті. Өте оңай, яғни ас қорыту, отсутствие нагрузки на ЖКТ, яғни ас қорыту жүйеңізге артық салмақ түспейді. Қолдану жеңілдігі, кез келген, қараңызшы, сіз пластырды не істейсіз? Денеңізге жабыстырдыңыз, бітті. Ұмыттыңыз. Ол тамақтың алдында, тамақпен бірге, тамақтан кейін 3 мезгіл, 2 мезгіл деген ұғым жоқ. Яғни қолдану өте жеңіл. Күніне бірле, біздің кейбір пластыр 2 күнге жарайды. Жабыстырдыңыз, ұмыттыңыз, бітті, ол жұмыс істей береді. Передозировка, ыңғайсыз, сумен ішу керек, ауыр деген сияқты ешқандай ондай қажеттілік жоқ, өте оңай қолдана аласыздар. Гипоаллергенность дейді, яғни, көрдіңіздер ме? Одан бөлек не? Высокая биодоступность. Биодоступность деген, жаңа мен айтқандағындай, мысалы, таблетка мен капсулаларда биодоступность, яғни денеге сіңімділігі, қолданымдылығы, мысалы, таблетка мен капсулаларда максимум 20% болса, ол ас қорыту жүйесі арқылы болғаннан, ал пластырларда бұл 90-95%-ға дейін биодоступность болады. Өте жоғары биодоступность. Міне осындай
өте керемет артықшылықтары бар, иә. Жаңа неге біз TTS технологиясы пластыр қолдануымыз керек? Бір, уақытпен тиімді, қолдану тиімдігі, иә, өте жеңіл қолданылады, иә, және безопасность, қауіпсіз. Әлгі отравление алу, передозировка алу, уланып қалу деген ұғым жоқ та бұл жерде. Өте жеңіл қолдана аласыздар. Енді, құрметті партнерлар, bizim өнімдерге келетін болсақ, өте өнімдерге, иә. Компаниямыздың міне осындай кластер түрлері бар, иә. Бұл әрине біріншісі смарт патч деп аталады. Осындай 7 түрлі кластер бар. Бұл кластерлар түрік компаниясына болуына қарамастан компаниямыздың оңтүстік Кореяда өндірістерінде жасалынады. Міне смарт патч. Міне біріншісі, міне көрінген болса, 7 түрлі біздің кластеріміз бар. Біріншісі бұл смарт патч. Бұл смарт патч құрамында не бар? Қараңыздар. Құрамында красный корейский женьшень, гидролизованный коллаген, органический германий, ионы серебра, resveratrol, кальций, магний, витамин D3, витамин С, сапониндер. Көрдіңіздер ме? Бұның бәрі не үшін керек? Біріншіден, біздің буындарымыз, суставы дейміз ғой, буындарымыздың алмасуы, дұрыс істеуі, қан айналымы, миымыздың жұмыс істеуі, энергия, осының бәрі түгелдей осы өнім туралы, иә? Қараңыздар. Негізгі ең басты құрамындағы бұл гидролизованный коллаген, красный женьшень и органический германий дейміз, иә, оның бәрі негізгілері, иә. Бұның бәрі, көрдіңіздер ме, 10 түрлі өнім. Бұл кластер, міне, малай, көрдіңіздер ме, өте үлкен, 4 бұрышты кластер болып көрінеді. Осыдан 20 данасы бар. Міне бір қаптаманың ішінде 20 данасы бар. Енді несімен артықшылық? Бұны барасызда денеңіздің кез келген бөліміне жабыстырасыз. Маңыздысы ол жерде, яғни жара болмау керек, қан болмау керек, ашық түрлі жаралар болмаса болғаны сол жерге жабыстыра беруіңізге болады. Енді қараңыздар, байқасаңыздар, мына артқы жағында компаниямыздың бұл өнімдердің бәрін заңдастырғанның үлкен бір белгісі, мына артында орысша аудармалы құрамы түгел жазылған. Әрбір өнімнің ішінде бізде не болар? Осындай нұсқаулық бар. Аннотация дейміз ғой, нұсқаулық. Құрамында не бар, қалай қолдану керек, түгел жазылып көрсетілген. Өте маңызды. Және ең маңызды нәрсесі, қараңыздар, байқасаңыздар, мына көріне ма, көрінбей ма, мына жерде әрбір өнімнің несі бар? Состав, дозировка дейміз, дозировкасы бар. Яғни әрбір өнімнің қандай мөлшерде бар екенін көрсететін көрсеткіші бар. Міне былай қарасаңыз, қараңызшы. Красный женьшень 4800 ppm дейді. Гидролизованный коллаген 25 тысяч ppm, 25 мың ppm. Көрдіңіздер ме? Кальций 1800 ppm. Көрдіңіз ба? ppm мен көрсетілген. Бұл заңды түрде, өте маңызды медициналық терім ppm мен өлшенеді. Яғни пластырда ни в коем случае миллиграмм, грамм сияқты нәрселермен жазылмау керек. Жазылған болса, бұл өтірік жазылған, дұрыс емес, сауатты емес. Міне, бізде бұл ppm мен өлшемі білінген. Қазір мен сізге айталам, Қазақстанда, Қырғызстанда осындай пластырларды заңды түрде, салығы төленіп, тіркеуден өткізген тек қана біз бармыз, TTS бар. Қалғанның бәрі заңсыз жұмыс істейді. Құрамы жазылмаған, аудармасы жоқ, тіркеуі жоқ, сертификаты жоқ. Көбі компаниялар заңсыз жұмыс істейді. Оны мен сізге ашығын айтайын. Заңсыз жұмыс істейді. Енді бұл оңтүстік Кореяда жасалған. Енді қараңыздар, халықаралық деңгейде барлық сертификаттары бар. 3 түрлі ISO, GMP, яғни өндіріс қауіпсіздігі. Допинг фри, допингке қатысты барлығы қауіпсіз. Парабен фри, яғни парабені жоқ құрамында. Халықаралық деңгейде халал сертификаты бар, құрметті қараңыздар. Және жануарларда тест
жасалмаған деген халықаралық деңгейде үлкен сертификаттары тағы бар. Міне бұл сертификаттар, мен жаңа айтып отқан нәрселердің бәрі, құрметті партнерлар, барлық сертификаттарында бәрі бар. Міне ең біріншісі, ең маңызды өніміміз бұл Smart Patch. Ағылшыншадан аударғанда умный пластырь. Ақылды жамау десек болады. Осындай керемет өнім. Әрбір жамауды 2 күнге дейін қолданасыз, 48 сағатқа керемет өнім. Келесі өнімге көшейік. Бұл бізде, құрметті партнерлар, Power Patch деп аталады. Міне осындай қызыл түсті, суретті де көресіздер. Қызыл түсті керемет біздің Power Patch. Power дегеніміз энергия, күш-қуат беретін пластырларымыздың бірі. Power Patch деп аталады. Енді қараңыздар, құрамына келетін болса, витамин С, витамин D3, витамин B12, B6, кофактор К2, B9, L-аргинин және гинка белова, красный женьшень, корейский. Құрамы өте керемет, осындай керемет өнім. Енді пластыр, яғни пластырдың жамаудың өзіне келетін болса, міне осындай 4-1-ті, көрдіңіз бе, кішіректеу 4-1-ті пластыр, міне осындай, былай көрдіңіз, былай, міне көрдіңіздер ме? Осындай 30 данасы бар. Бір қаптаманың ішінде 30 дана, бір-біреуден күніде қолданасыздар, энергия толы боласыз. Біріншіден не істейді? Мына группа витамина В, витамин D3, гормональный фон, орталық жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі, энергия, ЖКТ, аллергия сияқты барлығын не істейді? Не істейді? Сізге комплексно жұмыс істеп, мына қараңыздар. Красный корейский женьшень, энергия, жалпы тонусыңызды көбейтеді. Витамин С, антиоксидант, не істейді? Укрепляет мышцы, иммунитет, яғни айта берсек көп. Энергия, иммунитет, ЖКТ, теріңіздің әдемілігі, бүкіл денеміздегі бүкіл биохимический процесстердің жұмыс істеуі, барлығы осы біздің, міне щитовидка, әсіресе әйел кісілер, витамин D3 жетіспейтіндер, міне, пожалуйста, гормональный фон, барлығы осы өнім туралы. Power Patch. Келесі, бұл бізде Қазақстанда ең көп сатылатын өнімдеріміз, бұл Pineal Patch деп аталады. Кімнің микрофоны? Кімнің микрофоны? Микрофонды өшіре тұрыңыздар. Бармұқан, жарайды, мен өшірдім. Қараңыздар, Pineal Patch деп аталады. Яғни, бұл біздің не істейді? Организм, біздің ағзамыздың қалпына келуі және дұрыс денсаулығымызға пайдалы ұйқыны реттейтін керемет өнім. Құрамында не бар? Мелатонин, магний, 5-HTP дейміз, яғни гормон счастья дейміз, витамин B6, цинк және валериана бар. Осындай керемет құрамында керемет өнімдер бар. Міне қараңыздар, міне қарасаңыздар, осындай домалақ пластырлардан тұрады. Осындай, міне қазір мен неменді көрсетейін, 6 штуктан осылай бөлек қаптамасы тағы бар. Барлығы 30 данадан тұратын, бір қаптамасы 30 данадан тұратын, бір-біреуден күніне қолданасыздар. Не істейді? Сіздің ұйқыңыз, орталық жүйке жүйеңіз, стресс, депрессия, уайым, қайғы, гормондарыңыздың реттелуі түгелдей осындай біздің өніміздің кереметтігі. Міндетті түрде. Бұны әсіресе кешкісін ұйқыға кетердің алдында, мысалы 9-10-ның кезінде бір жабыстырып алыңызда, ұйықтаңыздар. Ертесі күні алып тастауыңызға болады. Ең дұрысы бір жалпы шамамен бір 12 сағатқа қолдансаңыз абзал болады. Келесі өнім, бұл бізде омега кюэнзим деп аталады, құрметті партнерлар. Бұл біздің, қараңыздар, өзі ат үстінде омега, бұл рыбий жир дейміз, аминокислоты, омеганың қоспасы. Енді құрамында омега-3, омега-9, витамин Е, масло криля, криль майлары және кюэнзим Q10, коэнзим
Q10 деп аталатын мықты антиоксидант құрамында бар. Бұл енді мен сіздерге ойбай, кешіресіздер. Кешіресіздер. Мен қолыма басқа патч ұстап тұр екенмін, байқамай қалыппын. Міне бәсе түрі басқаша. Міне осындай коэнзим Q10-тен құралатын, омегадан құралатын. Міне осындай қараңыздар. Тағы да ішінде, қалай үйреніп кетті. Тағы да қаптамалардан тұратын, міне осындай 6 данадан бөлек қаптамасы бар. Барлығы мына үлкен қаптамада 30 данадан құралатын осындай омега коэнзим Q10 деп аталатын өніміміз, патчымыз. Не істейді? Домалақ қара түсті пластырлар, әсіресе мына жерлерге, кез келген жеріңізге жабыстырып, не істейсіз? Біздің энергиямыз, миымыздың толық жұмыс істеуі, көз, шаш, тырнақ, әрбір клеткамыздың питаниесі дейміз ғой, қорегі, аминокислоталар барлығы осындай керемет патчтан құралатын. Мына кішкентай ғана домалақ қара түсті біздің патчымыз 1 килограмм балық жеумен теңеседі. Сондықтан да міндетті түрде қолданыңыздар. Әсіресе балалар, қай біреуміз күніне бір балық жеп жүрміз, жемейміз, аптасына бір жесек жедік, и то жемейміз, айына 1-2 рет қана жейміз. Сондықтан да мына қазіргі таңда омеганы қамтамасыз. Енді ойлаңызшы, қазіргі таңда бұрын капсуламен ішкен кезде асқазанымызды ауыртатын, ауыртпашылық тигізетін. Енді ойлаңызшы, мына жеріңізге жабыстыра қоясыз да, бір балық жегенмен тең боласыздар. Керемет өнім. Бағана келген бір кісі таңғалып жатыр. Ойбай, жабыстыру арқылы да омега алуға болады екен ғой деп қатты таңғалып жатыр. Болады, міндетті түрде болады. Сондықтан да қолданыңыздар, міндетті түрде керемет өнім. Келесі патчымыз бұл бізде фит патч деп аталады, құрметті партнерлар. Міне фит патч, яғни құрамына келетін болса, қараңыздар. Гуарана, имбирь, 5-HTP, ащы дыня, лептин, L-карнитин, спирулина, экстракт гарцини, экстракт пальмы сирены дейді. Не дейді тағы? Енді одан көп, өте көп, тағы да айта берсек көп, құрамы өте бай пластырлардың бір түрі. Бірақ бұның ең маңыздысы, құрметті партнерлар, қараңыздар, мынандай кішірек 4 бұрышты пластырдан құралады. Бірақ бұл мына бір қаптаманың ішінде 60 дана пластыр бар. Жамау бар. Екеуден күніне қолданасыздар 24 сағатқа. Ең маңыздысы, бұның құрамында тағы да хром бар, құрметті партнерлар. Хром. Бұл өнімнің ең бірінші мақсаты сіздің гормональный фон, эндокринная система дейміз ғой, гормондардың жұмыс істеуі, энергияның жұмсалуы, артық майлар, артық салмақ секілді нәрселерге өте маңызды. Детокс, денемізде жиналған ауыр металдар, керексіз заттардың бәрі шығуына септігін тигізетін керемет өнім. Міндетті түрде, әсіресе жас өспірімдерге, үлкен кісілерге міндетті түрде қолданыңыздар, өте керемет өнім. Келесі бұл бізде жаңа мен көрсетіп кеткен ман патч деп аталатын, құрметті партнерлар, ман патч. Бұл ер азаматтарға арналған, міне, қараңыздар, осындай 4 бұрышты үлкен пластырдан құралатын, бір қаптамада 30 данасы бар, құрамында, енді құрамы өте бай. Бәрін оқи берсек уақытта жетпейді, бірақ негізгісі красный корейский женьшень, одан бөлек кардицепс, витамин В7, витамин С, В3, глютатион, витамин В2, В1, селен. Одан кейін не бар тағы? Экстракты пальмы дейді, енді айта берсек көп. Бұның бәрі осының құрамында. Енді бұл не істейді? Біріншіден әрине ер азаматтың аденома простаты, простатит секілді ер азаматтарға тән аурулардың профилактикасы, яғни энергиясын көтереді, сексуальная энергия, яғни одан бөлек жаңағы гормондарын реттейтін
керемет тестостеронды көтеретін керемет өнім. Сондықтан да ер азаматтарға міне. Бұның құрамында одан бөлек кардицепс бар. Яғни білеміз, бұл табиғи антибиотик болып саналатын саңырауқұлақтың түрі кардицепс тағы бар. Бұны міндетті түрде ер азаматтар күнде қолдану керек, бұл міндетті түрде. Келесі, бұл бізде құрметті партнерлер, бұл әрине біздің әйел кісілерге арналған woman patch деп аталатын келесі біздің пластырымыз, бұл да woman man patch сияқты сладкая парочка деп айтамыз. Құрамы өте ұқсас, өте бай құрамы. Жаңа айтқандағындай женьшень, не бар, железо, витаминдер, глютатион түгел бар. Селен, бұның бар. Әрине, әйел кісінің денсаулығы, гормондары, етеккірінің дұрысталуы, энергияның қалыптасуы, жаңағыдай половые гормоны дейміз, эндокринный системасының реттелуі түгел реттейтін керемет өнім. Бұны қараңызшы, өте маңызды. Денеңізге жабыстыру арқылы ішпейсіз, ас қорыту жүйесіне ауыртпашылық тигізбейсіз, қолайлы қолданасыз. Осындай 30 пластыр бір қаптамада бар, бір-біреуден күніне қолданасыздар. Өте керемет өнім. Келесі, құрметті партнерлар, мен қалжыңдап айтам әрдайым, менің ең жақсы көретін өнімім деймін. Бұл әйел кісілерге арналған, осындай 3 түрлі әйел кісінің жаңа гигиенасына арналған, прокладкалар, төсемелер, қазақша айтқанда төсемелер. Міне осындай 3 түрлі болып келеді. Ежедневный, ночные, дневные деп аталады. Енді әйел кісілер бұны жақсы біледі. Бұл әйел кісілердің әрине етеккірінің келуіне керекті гигиенасын, тазалығына сақтайтын өте маңызды керекті заттардың бірі. Енді бұның технологиясы бар. 3 түрлі керемет технологиясы бар. Бұл тек қана тазалықты сақтау ғана емес, әйел кісінің денсаулығын жақсартуына тағы да септігін тигізеді. Неге? Компания TTS бұл Кореяда емес, Қытайда өндіреді бұл өнімдерді. Тек қана өте табиғи заттардан жасалған, мысалы, ылғалды 10 есе көп өзіне қабылдай алатын, 3 түрлі технологиясы арқылы инфракрасное излучение, одан бөлек ультратонкий магний материалдан қолданады, экологичность дейміз. Сондай 3 түрлі керемет технология қолданып, тек тазалық қана емес, әйел кісіне денсаулығын жақсартуға септігін тигізетін күнделікті қолданысына керекті төсемелер, прокладкалар тағы бар бізде, енді әйел кісілер оны жақсы түсінеді. Одан бөлек, құрметті партнерлар, бізде не бар? Южная Корея, оңтүстік Кореяда жасалған гидрогелевая маска дейміз. Яғни біздің бетімізге керекті гидрогелевая маска. Бұл өзі маска екіге бөлінген. Бетіміздің үсткі бөлімі, астқы бөлімі. Неден? Екіден бөлінген. Не істейді? 5 технологиядан құралатын, 5 па 4 па? 5. Не істейді? Анти-эйдж, яғни қартаю процесін тоқтататын эффект. Екіншісі, әжімдерді, против морщин дейміз, әжімдерді түзулеп ретіне келтіретін, увлажнение, питание және осветление дейміз. Осындай 5 технологиясына тән, осындай не істейді? Ағартады, қоректендіреді және ылғалдандырады, қазақша айтқанда. Осындай 5 технологияға осына гидрогелевый маска міндетті түрде қолданыңыздар. Әйелдерді, еркектерді міндетті түрде қолдану керек деп ойлаймын. Міне осындай өнімдеріміз бар. Енді құрметті партнерлар, компаниямыздың одан бөлек қысқаша айта кететін болсақ, әлі де міне Түркия елінде жасалынатын осындай кофеміз бар. Кофе.
Бұл кофе әлі бізге сатылымға шыға қойған жоқ, өйткені рұқсат қағаздарын алу үстінде. Міне осындай 30 пакетиктер қаптамасы бар, осындай қорап, кофе. Бұл кофенің ішінде не бар? Арабика кофе, L-аргинин, красный женьшень және гинка белова. Яғни кофе ішіп отырамыз да, орталық жүйеміздің қалпына келуі, энергия, сұлулық, иммунитетті тағы да көтереміз. Одан бөлек бізде андай жақын арада bitter melon, яғни ащы қауын деп аталатын өніміміз тағы бар. Бұл Түркияда жасалады. Мұны осындай ампулалардан тұрады, 10 ампула 15 мл-ден. Бұл бізде детокс, яғни ас қорыту жүйеміз, өт жолдарымызды реттеу, тазарту, түгелдей осындай өнім жақын арада бізге тағы да шығады, әлі сатылымға шыға қойған жоқ. Және тағы бір өніміміз тағы бар, бұл міне пчелиное маточное молочко дейді, 60 таблетка. Бұл капсула емес, тілдің астымызға тез арада иммунитетімізді көтере қоятын керемет өнім. Жақын арада Алла амандығын берсе сатылымға тағы да шығады. Енді тағы бір айта кететін жайт, құрметті партнер, Аргимун деген бізде орталық бар. Яғни ғылыми зерттеу орталықтары. Бұл орталықтың бірі Анталия, Түркияда орналасқан, екіншісі Кореяда. Осы орталық не істейді? Түгелдей компаниямыздың өнімдерінің бәрін зерттеу, ғылыми жұмыстармен айналысып, оған керекті барлық сертификация, ғылыми зерттеу, лабораториялық испытание дейміз ғой, түгелін бәрін жасайтын осы ғылыми зерттеу орталықтары бар. Енді, құрметті партнерлар, біздің компаниямыздың маркетинг планына көшпес бұрын тағы бір жақсы жаңалығымыз бар, оны да сіздер естіп болғансыздар. Компаниямыз, құрметті партнерлар, 5 жылдық іс-шарасын осыдан көктемде өткізген болатын. Сол іс-шарада 4 жаңа өнімнің анонсын жасаған болатын. Бұл бір тіс пастасы, тісімізді жууға. Екіншісі, шашымызды жууға арналған шампунь, сусабын. Үшіншісі, бұл протеиновый порошок, энергиямызды протеинге керекті қамтамасыз ететін протеиновый порошок. Төртіншісі, бұл SPF 50+ дейміз ғой, крем, яғни терімізді күн сәулесінің ультрафиолет сәулелеріне қорғану, сақтану үшін арналған крем шығатын. Оларды Алла амандығын берсе жылдың аяғына дейін шығып қалады деп күтілудеміз. Осындай керемет жаңалықтарымыз тағы бар. Енді, құрметті партнерлар, екінші бөлімге көшейік. Бұл маркетинг план, маркетинг жоспарға көшейік. Енді компаниямыз сетевой бизнеспен айналысады. Бинар дегеніміз не? Екі аяқ, екі неңіз бар, қолыңыз бар, екі жағыңыз бар. Бүкіл командаңызды сол екі веткамен құрастыра бересіз. Енді компанияға тіркеліп, компанияға партнер болу үшін міндетті түрде біз өнім компаниясы болғаннан кейін продуктовый өнім аласыз. Біздің компаниямыздың негізгі 4 пакеті бар. Бірінші пакет бізде $100, яғни 50 мың теңгені құрайтын. Ол пакет сізге 100 CV және 100 PV береді. CV дегеніміз сіздің бинарға кететін товар бары, 100 PV. PV сізге не істейді? Толыққанды статусыңызға баратын балдар. Екінші пакетіміз, біріншіміз бұл старт пакет болатын болса, яғни бастауыш пакет, потребительский. Екіншісі бұл $250 тұратын, яғни 125 мың теңгеден басталатын, сізге 250 PV статусыңызға және 250 CV товар оборотыңызға бал беретін пакет. Сіз, мысалы, бірінші пакетте сіз 35% жеңілдікпен алсаңыз, екінші пакетте өнімдеріңіз бәрін 45%-бен жеңілдікпен аласыз. Үшінші пакетіміз сізге не істейді? $600 құнында, сізге, яғни теңгемен бұл 300 мың теңгеден басталатын пакет.
600 PV статусқа балл береді, 600 CV сіздің бинарыңызға товарооборот береді. Әрбір пакет, құрметті партнерлардың, белгілі бір өнімдерден құралған. Бірнеше түрлі пакеттерден болады, соның бәрін қолдансаңыз болады. Енді және ең жоғарғы үшінші пакетіміз бизнес пакет деп аталатын болса, үшінші пакетіміз профессиональный бизнес пакет деп аталады, проф пакет деп атаймыз. Яғни $800 және $1000 құралатын екі түрлі пакетіміз бар проф пакетте. Сізге не істейді? 1000 PV статусқа береді және 800 CV сізге товарооборотқа балл береді. Осындай ең үлкен пакеттен құралған өте маңызды пакеттер. Бірақ, құрметті партнерлар, бұл проф пакетті жаңа айттым ғой, екі пакеттен құралған. Біреуі $800, яғни 400 мың теңге құрайды. Екіншісі $990 құрайтын, яғни сізге 495 мың теңгеге құрайтын керемет өнімдер пакеті. Бұл екінші пакетіміз, былай қарасаңыз, компания тарапынан промо пакет ретінде берілетін 72 өнімнен құралатын керемет өнім пакет. Сондықтан да бұны қолданып қалыңыздар. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда бізде Астанадағы іс-шарадан кейін промоушн жарияланған болатын, соны қолданып қалыңыздар. Бұл пакеттердің арасында, құрметті партнерлар, бізде апгрейд бар. Апгрейд дегеніміз пакетіңізді ұлғайту, көбейту мүмкіндігіңіз. Бұны қалай жасайсыздар? Арасындағы айырмашылығын апгрейд пакетпен сатып аласыз да ұлғайтасыз. Сізге компания бұған 3 ай мерзім береді. 3 ай, 84 күн. Соны, сол мерзім, менің ойымша жеткілікті, сол уақыттың ішінде апгрейд жасап, үлкейтіп жасай берсеңіздер әбден болады. Бірақ, құрметті партнерлар, естеріңізде болсын, сіз бірақ өнім алып та старт беруіңізге болады. Сондықтан оны да біліңіздер, тек қана пакетпен емес. Енді, құрметті партнерлар, келесі компаниямыздың бонус түрлері бар, бірнеше бонус түрі бар. Соның бірі бұл маркетплейс бонус деп аталады. Егер сіз командаңызда, мысалы, бұл өнімді мен сет құрмаймын, тек қана сатып алғым келеді десеңіз, пожалуйста, маркетплейс сілтемесін жібересіз. Ол сілтеме арқылы онлайн магазинге өтіп, керекті өнімін сатып алады. Сол сатылған өнімнің 30%-ға дейін істейді, сізге бонус ретінде міндетті түрде қосылады. Келесі, бұл рефералдық бонус, яғни адам тіркегеніңіз үшін. Адам тіркегеніңіз үшін сізге не істейді? Компания пакетіңізге байланысты емес, бізде бір-ақ түрлі, яғни ставка бар, 18% әрбір пакетте бірдей не істейсіз, адам тіркеген үшін бонус аласыз. Енді қараңыз, кішкентай пакет тіркеген үшін $18, екінші пакетке $45, бизнес пакетте $108, ең үлкен пакетте $144, яғни 72 мың теңге. Ең кішкентай пакетте 9 мың теңге не істейсіз, адам тіркегенің үшін өте жеңіл не істейсіз, рефералдық бонус алып жүре бересіз. Өте керемет. Бұл рефералдық сілтемені адамға жібересіз, адамды тіркейсіз, сатып алған пакетіне байланысты өте жеңіл түрде рефералдық бонусыңызды алып жүре бересіз. Келесі бонус, бұл ең негізгі бонус, бинарлық бонус деп аталады, құрметті партнерлар. Яғни, бізде бинар, міне бүгін сәрсенбі ғой, сәрсенбі бітті. Вторник, әрбір сейсенбі күні апта сайын бинар жабылады. Міне сәрсенбі күні не істейсіз? Ақшаңызды шығарасыз, АБР-іңізді қоясыз да, әр бейсенбі күні ақшаңызды алып отырасыз, еш қиналмай. Бинарлық бонус бізде кіші аяқтан, жинақы түрде командалық товарообороттан, әр апта сайын жасалған товарооборотыңыздан сізге бинарлық бонус есептеліп отырады. Енді қараңыздар, құрметті партнерлар, ең маңызды нәрсе, қараңыздар, сіздің ең кіші пакетте, старт пакетте, юзер пакта сізде не істейді? 7% бинарлық бонус. Потребительский пакет. Бастапқы пакетте. Екінші пакетте 9%-ды құрайды. Бизнес пакетте, үшінші пакетте 11%-ды құрайды. Профессионалдық ең жоғарылық пакетте
1000 PV-лік пакетте 13%-ды құрайды. Көрдіңіздер ме? Және өте маңызды нәрсе, құрметті партнерлар, сіз кішкентай пакетпен емес, бір өніммен ғана тіркеліп жасасаңыз да 5%-лық бинарлық бонус алуға мүмкіндігіңіз тағы бар. Сондықтан да, құрметті партнерлар, жақсы есептей біліңіздер, бинарлық бонус табысқа міндетті түрде шығыңыздар. Енді бұның біздің бинарлық бонус, білесіздер, бинар сізде ашылу үшін оң аяғыңызға бір адам, сол аяғыңызға бір личник тіркесеңіз болды, бинар ашылады. Бірақ біздің бинарлық бонустың үлкен бір ерекшелігі, біздің бинарлық бонус апталық ограничение, флеш аут дейміз ғой, шектеу $20,000 құрайды. Яғни 10 миллион теңге әр апта сайын сіз не істей аласыз? Ақша табу мүмкіндігіңіз бар. Тек қана бинарлық бонуста. Қазіргі таңда, құрметті партнерлар, біздің нарықта 2-ақ компания бар, осындай бинар төлеп бере алатын. Соның бірі біз, екіншісі жақында бүкіл шаруасы бітеді, тоқтайды бизнесі. Сондықтан да кластер саласында біліктілігі, жаңағыдай үстемділігі бізде ғана бар, маркетингте бізде ғана бар. Ойлаңызшы, $20,000, яғни сіз аптасына $20,000, 10 миллион теңге таба аласыз. Және ол сіздің пакетіңізге байланысты емес, статусыңызға тағы да байланбаған. Өте жеңіл жасай бересіз. Көрдіңіз бе, қандай керемет мүмкіндік, құрметті партнерлар. Соның бәрін қолдана білейік, істей білейік, жасай білейік. Құрметті партнерлар, өте маңызды тағы нәрсе, ойлаңызшы, айына сіз $80,000, яғни 40 миллионға дейін таба аласыз. Бұл компаниямыздың, біздің маркетинг планның үлкен ерекшелігі, үстемділігі, соны біле жүріңіздер. Келесі. Бізде, құрметті партнерлар, не бар? Келесі бонус түрі, бұл активность бонусы дейміз. Қараңыздар. Кез келген компаниядағындай бізде не бар? Активность бар. Яғни белгілі бір мөлшерде товарооборот жасау керек. Активность дегеніміз не? Определенное количество товарооборота на единицу партнера деген сөз. Өзі түсініктемесі сондай. Яғни әрбір партнер белгілі бір мөлшерде тауар сатып алу бір мүмкіндігі бар. Онсыз сетевой компания аяқта тұра алмайды, оны білесіздер. Бірақ біздің компания 4 түрлі активность жасауға болады. Біріншісі, бұл қараңыздар, не істейсіз? Сіз егер ең үлкен пакет, жаңа проф пакет деді ғой, проф пакетті сатып алсаңыз, 3 айға сіздің активностіңіз созылады. Керемет па? Керемет. Екіншісі, бұл маркетплейстен егер белгілі бір мөлшерде тауар сатылатын болса, ол да активностьқа саналады. Үшіншісі, бұл личный, яғни повторный покупка дейміз ғой. Тағы да бір өзіңізге сатып алған болсаңыз, яғни 25 PV-ге өнім сатып алсаңыз, не істейді? 28, яғни бір айға сіздің активностьіңіз созылады. Және ең қолайлы 4-ші жолы, бұл, құрметті партнерлар, яғни егер сіз 28 күндік активностіңіз бар кезеңде бір партнеріңізді оңға, бір партнеріңізді солға тіркесеңіз, сіздің активность бір айға активность созылады, және компаниядан бір өнім сыйға алатын боласыз. Келесі, оны айттық, активность бонустары. Келесі бонус түрі, құрметті партнерлар, бұл 4L бонусы дейді, 4L бонусы. Яғни сіз бір айдың мөлшерінде бірінші линияңызда 4 партнер активный болса, және бірінші линия және екінші линияның қосқан кезде бір айда 1000 CV товарооборот жасайтын болса, сізге компания осы 4 партнерді активный болған үшін $50, яғни 25,000 теңге сізге қосымша бонус төлеп беретін болады. Одан бөлек, құрметті партнерлар, командировочный бонус деген бар. Яғни іс-сапар бонусы. Міне амандық болса, мен де іс-сапарға шыққалы жатырмын. Бұл бонус өте орынды деп есептеймін. Яғни, қараңыздар, егер сіз
3 ай қатарынан 10 мың CV, 15 мың CV, 20-25 мың CV товарооборот жасайтын болсаңыз, компания не істейді? Сізге 200, 300, 400 және 500 доллар сізге қосымша бонус төлеп беретін болады. Керемет бір бонус деп ойлаймын. Сетевиктерге, тем более командировка міндетті түрде керек, я. Міне, вот енді карьерный бонусқа келейік. Яғни, карьерный бонусымыз деген не? Статустар, құрметті партнерлар. Статус бізге өте керек, я. Признание бізге жетпейді. Міне, жақында ғана Астанада іс-шара өткен кезде, сол жерде керемет признаниялар өткізген болатынбыз, я. Енді қараңыз, компаниямыздың негізгі 10 статусы бар. Негізгі 10 статусы. Осы 10 статус, міне, әрбірін айтпас бұрын сіздерге негізгі үстемділік жақтарын айта кетейін. Біріншісі қараңдар, бізде статустар кіші аяқтан жинақы түрде жасалынады. Екіншісі повтор, яғни қайталап керек жоқ. Yani товарообороты апта сайын қайталап тұру керек статусыңызды. Ол жоқ. Статусты подтверждать, яғни мақұлдап керек жоқ. Дәлелдеп керек жоқ. Төртіншісі, бұл сіз не істейді? Взращивание, яғни статусты жету үшін командаңызды белгілі бір мөлшерде лидерларды жетілдіріп, өсіріп шығаруыңыз керек деген талап жоқ. Яғни, тағы айталатын болсақ, кіші аяқтан жинақы, қайталап керек жоқ, мақұлдап керек жоқ, және лидер өсіріп керек жоқ. Бұны осындай негізгі 4 үстемділігі бар. 5-ші үстемділік тағы бар, онда қазір тағы айтамын. Енді статустарға келетін болса, бірінші статус бұл бізде стар, жұлдыз деп аталады. 500 PV кіші аяғыңыздан жинақы түрде жасаған кезде компанияда стар статусына жетесіз. Жұлдыз боласыз. Екінші статус бронз стар, яғни қола жұлдызы. 3000 PV. Енді қарашы, алдында 500 PV-іңіз болды. 2500 PV тағы жинақы түрде жасасаңыз, компанияда бұл статустар еще уақытпен шектеу жоқ, құрметті партнерлар. Кез келген уақытта істей бересіз. Бронз стар 3000 PV. Silver стар, яғни күміс жұлдызы 6000 PV. Көрдіңіздер ме? 6000 PV. Төртінші статус Gold Star, алтын жұлдызы, 15000 PV. Crown Star, бесінші статус Crown Star, яғни не болады? Тақ жұлдызы дейді, қазақша. Тақ жұлдызы 35000 PV. 35000 PV. Енді жаңа қарап отырсаңыздар, Silver Star'дан бастап компания не істейді? Ақшалай премия береді. Silver Star'да 25 доллар, Gold Star'да 100 доллар, Crown Star'да 200 доллар. Ал енді компаниядағы ең жоғарғы қазіргі статус, бұл Shining Star, 75000 PV, яғни жарқыраған жұлдыз. 500 доллар премия аласыз, 75000 PV кіші аяғыңыздан жинақы түрде жасадыңыз ба, Shining Star бола қаласыз. Келесі, 7-ші статус, бұл бізде Diamond Star, бриллиант жұлдызы дейміз, бриллиант. 150.000 PV кіші аяғыңыздан жинақы түрде жасайсыз ба, бриллиант боласыз. 1000 доллар, яғни 500.000 теңге не істейсіз? Ақшалай сыйақы аласыз, премия аласыз. Royal Star, келесі статус Royal Star деп аталады. 350.000 PV кіші аяғыңызбен жинақы түрде жасадыңыз ба, 3000 доллар ақшалай сыйақы аласыз, 1,5 миллион теңге. Және 9-ші статус, бұлар уже топ лидерлік статустар, King Star, королевская звезда, не істейміз? Патша жұлдызы қазақшасы. 750.000 PV кіші аяғыңыздан істедіңіз ба, сіз King Star бола қаласыз. Компания сізге ақшалай 10.000 доллар ақшалай сыйақы береді. Яғни 5 миллион теңге. Көрдіңіздер ме? Одан бөлек ең жоғарғы статусымыз, негізгі статустардан бұл World Star, яғни әлем жұлдызы, мировая звезда. Компанияда
1,5 миллион PV, яғни 1,5 миллион PV жасаған кезде сіз әлемдік жұлдыз боласыз, World Star боласыз. Компания сізге автобонус сыйлайды. $20,000, яғни 10 миллион теңге құнындағы автобонусты сізге компания сыйға тартады. World Star. Көрдіңіздер ме? Және байқасаңыздар, тағы да бір үстемділік, бұл компанияда статустар бар жоғы 1,5 миллион PV. Көп емес. Салыстыратын болса, басқа сетевой компанияларда 12, 13, 10, 7, 8, 4-5 миллион товарооборот жасау керек. Бізде бар жоғы 1,5 миллион. Кіші аяғыңыздан жинақы түрде, тағы да қайталап өтейін. Кіші аяқтан жинақы, қайталап керек жоқ товарооборотты. Подтверждать, мақұлдап керек жоқ. Лидер өсіріп керек жоқ. Уақытпен шектеу жоқ, және ең жоғарғы статус бар жоғы 1,5 миллион. Одан көп жасамайсыз. Енді бұдан артық керегі не, құрметті партнерлар? Ал егер, құрметті партнерлар, егер квартира алғым келеді десеңіз компаниядан, Double World Star деген қосымша статус тағы бар. Екілі әлем жұлдызы, двойная мировая звезда. Бұл статуста не қажет? Бір аяғыңызда бір World Star, екінші аяғыңызда бір World Star шығарсаңыз, әлемдік жұлдызда, сіз екілі әлем жұлдызы болып шыға келесіз де, компаниядан квартирный бонус аласыз. $50,000, яғни 25 миллион теңге құндағы пәтер аласыз, құрметті партнерлар. Керемет па, керемет. Бұдан артық не керек? Бірақ тағы бір айта кететін жайт, құрметті партнерлар, қараңыздар. Керемет, бұл статустарда өте керемет ақша табасыздар. Мұны қараңыздаршы, World Star'лар 40-50 миллион айына ақша табады. Яғни $110,000 айына. King Star'лар 30-40 миллион. Royal'дар 15-20 миллион. Diamond'дар 10-15 миллион айына ақша табады. Сондықтан да, құрметті партнерлар, компаниямызбен бірге болақ, үлкен табысқа жетейік міндетті түрде. Келесі бонусымыз, бұл әрине керемет үлкен бонустардың бірі, бұл бізде лидерский бонус, мэтчинг бонус, чека бонус деп атайды. Бұл компаниямыздың керемет бонусы. Қандай бонус бұл? Қашан сіздің лидерларыңыз, өзінің партнерларыңыз бинарлық бонусқа шыққан кезде, солардың чегінен сізде чек табасыз. Ол қалай болады? Компания бізде мэтчинг бонусты статусқа да, пакетке де байламайды. Бұл линейный бонус болып аталады. Яғни апталық жасаған товарооборотыңызға байланысты өте керемет ақша төлеп береді. Бізде 9 деңгей бар, уровень товарооборотқа байланысты. Міне қараңызшы, бірінші деңгей 300 CV. Міне қараңызшы, бір аптада 300 CV товарооборот өткізсеңіз, бірінші линияңыздан 10% аласыз. Екінші деңгей 750 CV. Бірінші уровеннен 15% аласыз. Үшінші деңгей 1500 CV товарооборот өткізсеңіз, бірінші линияңыздан 20%, екіншісінен 5%. Төртінші деңгей 3000 CV. Бірінші линияңыздан 40%, екінші линияңыздан 10%. Бесінші деңгей 6000 CV бір аптада товарооборот өткізсеңіз, бірінші, қараңызшы, 6000 CV жасаған кезде сіз уже бірінші линияңыздан 50%, екіншісінен 10%, үшіншісінен 5% аласыз. Керемет па? Алтыншы деңгей 12500 CV товарооборот өткізген кезде біріншіден 50%, екіншісінен 15%, үшіншісінен 10%, төртіншісінен 5% аласыз. Жетінші деңгей 25000 CV товарооборот өткізген кезде бірінші линияңыздан 50%, екіншісінен 15%, үшіншісінен 10%, төртіншісінен 10% аласыз. Және 8-ші деңгей 60000 CV товарооборот өткізген кезде 50% біріншісінен 20%, 10% аласыз. 4-ші деңгейге, 4-ші глубинадан. Және ең жоғарғы деңгей бізде 9-ші деңгей 125 000 CV товарооборот бір аптада өткізген кезде бірінші линияңыздан 50%, екіншісінен 25%, үшіншісінен 15%,
төртіншісінен 10, бесіншісінен 5% бірдей не істейсіз, товарообороттан керемет мэтчинг бонус аласыз. Міне, үлкен ақшаның көкесі осы жерде жатыр. Сондықтан да барлықтарыңызды осы деңгейден ақша алуға, табыс көзіне жеткізуге тілектеспін. Одан бөлек, құрметті партнерлар, бізде travel бонус, яғни путешествие бар, путешествие. Яғни сапарға шығу, демалыс. Сондықтан да, құрметті партнерлар, компаниямыз жылына 2 рет промоушен жариялайды. Сол промоушен жасаған адамдар барлығы ішінде не істейсіз, демалып қайтасыз. Міне, ең соңғы іс-сапар деппін ғой, демалысқа біздің 80-нен астам лидерларымыз не істейді? Мысыр еліне барып демалып келген болатын. Вот сондай керемет үлкен бонустар тағы бар. Одан бөлек компаниямыздың енді глобалдық пул бонус деп атаймыз. Яғни компанияның әлемдік товарооборотынан, әлемдік, қазақстандық емес, қырғызстандық емес, әлемдік товарооборотынан 1%-ын компания не істейді? Өзінің партнерларының, лидерларының арасынан бөліп таратып береді. Қараңыз, 250 мың, 500 мың, 750 мың CV товарооборотқа бір жылдың ішінде жеткен кісілер бір бөлігін, 2 бөлігін және 3 бөлігін алады. Бұл енді әрине үлкен ақша. 100 миллиондар, 200 миллиондар, 300 миллион бонустар. Сондықтан да, құрметті партнерлар, сол әлемдік товарообороттағы бонустардан алуға барлығымызға бұйырсын. Бай болайық, бай қуатты болайық, құрметті партнерлар. Енді, құрметті партнерлар, қазір мен сіздерге бұның бәрін айта кетейін. Одан бөлек, жаңа өздеріңіз білесіздер, біздің компаниямызда промоушен жарияланған болады. Сол промоушенді бір айта кетейін да, сонымен бүгінгі вебинарымды аяқтайын. Міне, көріңіздер ме? Біздің Камил Бей. Міне, Астанадағы өткен іс-шарада бізде Level Up деген промоушен жарияланған болатын. Бұл 6 мен 15 шілде арасында бұл промоушен бір апта ғана берілді. Не болады? Потребитель 3 пакет, қараңыздар. Потребительский пакет, яғни екінші пакетіміз бар ғой, user пак. User пакта, егер сіз соны сатып алатын болсаңыз, ол пакетте әншейінде бізде 250 PV мен 9%-ық бинарлық бонус бар ғой. Сол PV-іңіз 600 PV беретін болады. Сіздің бинарлық бонусыңыз 11%-ға өсіп кетеді. Яғни сіз бизнес пакетке көшетін боласыз. Level up дегеніміз осы. Яғни бір деңгей жоғары шығу деген сөз. Level up. Сондықтан да user пакты алған кезде, потребительский пакетті алған кезде, сіз автоматически бизнес пакетке көшіп кетесіз. Енді қараңыз, егер сіз тікелей бизнес пакетті алатын болсаңыз, 600 PV беретін сізге. Сіздің PV-іңіз 600 емес, 1000 PV болады. Яғни сіз не істейсіз? Проф пакетке көшіп кететін боласыз. Сіздің 11%-ық бинарлық бонус автоматически 13%-ға өшеді. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет мүмкіндік? Осындай керемет мүмкіндікті қараңызшы, сіз бизнес пакетке жұмсайтын, мысалы, 300 мың теңгеге ақша сатып аласыз да, мысалы. Не болады? Сіздің пакетіңіз, как будто сіз $1000 пакет сатып алған деңгеймен, мүмкіндікпен бірей-бір боласыз. Бұны level up деп аталады. Ал және үшінші мүмкіндік, бұл егер сіз барып тікелей проф пакет, яғни $1250 PV беретін ең жоғарғы пакетті $990 тұратын, яғни 495 мың теңге тұратын пакетті сатып алсаңыз, компания енді сіздің одан жоғары шығара алмайды ғой, бірақ не істейді? PV мөлшерін 2 есе көбейтіп береді. 2000 PV аласыз. Бірақ енді бинарлық бонусыңызды көбейте алмайсыз, бұл ең жоғарғы 13% ғой. Бірақ компания сізге не істейді? Сыйға 3 түрлі өнімді сізге сыйға тартады. Міне, 8 Smart Patch, 5 Power Patch және 15 маска компания сізге сыйға тартады. Яғни $490 тұратын, құнында тұратын мына өнімдерді бұлай өзінің прайс бағасымен есептесеңіз, керемет бағаға сізге сыйлық тағы тартады.
сыйға тартады. Сондықтан да үлкен бір мүмкіндік. Бірақ тағы да айтайын, 6 мен 15 шілде арасында 6-15 июля Қазақстан Қырғызстанға арнайы жасалған пакеттер. Бірақ құрметті партнерлер, тағы да ескерте кетейін, бұл пакет, бұл промоушнды орындау үшін компаниямыздың онлайн магазин ішінде, прямо байқаған болсаңыз суретте, 600 PV және 250 CV беретін арнайы пакеттер бар. Сол пакетті алған кезде ғана сіз промоушнды орындаған боласыз. Міне, 1000 PV 600 CV, 2000 PV 850 CV беретін 3 түрлі пакетіміз бар, арнайы промо пакеттер. Сол пакеттерді алған кезде сіз промоушнды орындаған боласыз да, бір жоғарғы деңгейге естейсіз, барасыз. Ал мына ең үлкен пакетте, мына мен сіз жаңа айтқан 3 түрлі өнім сый, бұл пакеттің ішінде уже тұр. Сіз оны алған кезде компания сізге соны жеткізіп береді. Сондықтан да құрметті партнерлар, осыған қатты көңіл аударайық, барлығымыз осы керемет промоушнды өткізіп алмайық. Аз ғана уақыт қалды, үлгеріп қалыңыздар. Енді осымен, құрметті партнерлар, менің бүгінгі вебинарымызды аяқтайық. Сұрақтарымыз бар ма, жоқ па білмеймін. Бар ма сұрақ? Сұрақ болса сұрағыңызға жауап берейін. Сұрақ жоқ, әдеттегідей. Міне, мен әлі офисте отырмын. Таңғы 9-дан бері мен әлі офисте отырмыз. 9:30 болды сағат. Сондықтан да барлықтарыңызды жақсы көрем. Мына промоушнды міндетті түрде өткізіп алмаңыздар. Партнерларыңызға, потенциальный партнерларыңызға бәріне жеткізіңіздер, түсіндіріңіздер. Бәрі ойдағыдай болады. Барлықтарыңызды жақсы көрем. TTS алға, құрметті партнерлар. Жақсы, рахмет Мақсат мырза. Ақ жол. Жол Рахмет. жүретін болсаңыз сәттілік. Айнұр ханым, рахмет сіздерге. Мақсат мырза, Әдеттегідей. Рахмет. сұрақ бола ма? Әрине, Айнұр ханым, сұрағыңыз қоя беріңіз. Өте керемет. Шу болып кетті. Сәуле ханым, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мақсат мырза, мен потребительский пакетке жазылғам. Енді апгрейд жасау үшін мен қайтадан не деуші еді, анау бизнес пакетті сатып алуым керек па? Или Жоқ, қараңыз, сіз айырмашылығың ба? апгрейд жасағыңыз келіп, на промоушнды қолданып қалғыңыз келсе, сіз покупки деген раздел бар ғой, сол жерде сделать апгрейд деген бар, то есть увеличить пакет деген бар. Соны таңдасаңыз, мен сізге айтқан жаңа 3 промоушн пакеттер сол жерде де тұр. Сіз соны, мысалы, тағы да бір сатып алсаңыз, апгрейд жасалады да, сізде ұлғаясыз, үлкейеді, ол да болады. Бірақ басқа пакет сатып алып қоймаңыз. Басқа пакет алсаңыз, промоушн болмайды. Басқа сұрағыңыз бар ма? Қайталап жіберіңізші, қайтадан қайда кірем? Личный кабинетіңізге кірген кезде онлайн магазин, покупки деген раздел бар ғой, продукция сатып алатын жер. Соны басқан кезде, плюсқа басқан кезде, өзі 3 нәрсе шығады. Покупки, увеличение пакета, жаңа апгрейд деген жер бар ғой. Егер сіз апгрейд жасағыңыз келсе, сол жерге кіресіз де, сол мен сізге айтқан 3 пакет, апгрейд, промоушн пакет, үшеуі сол жерде бар. Соны сатып алу арқылы апгрейд жасап, промоушнға ілігуіңізге тағы болады. Жақсы. Рахмет. Жақсы. Онда барлықтарыңызға сәттілік, қайырлы кеш болсын. Келесі кездескенше қош саламатта болыңыздар. Үлкен рахмет. Жақсы, сау болыңыздар, баршаңызға да. Рахмет, күшті болды. Жақсы.